Сәлеметсіздер ме? 14 айлық есептік көрсеткіш салық шегерімін қалай қолдануға болады? Ең көп кездесетін жағдай бұл қызметкердің еңбек шарты шеңберінде төленетін табысынан шегерімді қолдану. 14 айлық есептік көрсеткіш шегерімін қолданар алдымен Қазақстан Республикасының салық кодексінің 342 бабында көрсетілген шегерімді қолдану қажет. Бұл міндетті зейнетақы жарнасы және де медицина сақтандыру жарналары шегерімдері. Мысалы, Қазақстан Республикасының азаматы қызметкерге айына 200 мың теңге мөлшерінде жалақы есептелді. Қызметкер жұмысқа қабылдау кезінде 14 айлық есептік көрсеткіш стандартты шегерім беруге өтініш жазады. Қызметкердің жеке табыс салығы бойынша басқа жеңілдіктер мен өзге шегерімдерге құқығы жоқ. Жеке табыс салығын сомасын қазір есептейміз. Келесі видеода екі жерде жұмыс жасау кезіндегі 14 айлық есептік көрсеткіш шегерімін қолдану туралы айтып береміз. Назарларыңызға рахмет, күтіп алыңыздар.